Неліктен мұсылмандар жаратылыстану ғылымдарынан артта қалды? Төртінші себеп. Жаратылыстану ғылымдары мен техникалық өнертабыстардың практикалық артықшылықтарын түсінбеу. 18-19 ғасырлардағы өнеркәсіптік революцияға дейін техникалық және ғылыми прогресс бір-бірінен бөлек жүрді. Алғашқы өнертабыстарды ғалымдар ойлап тапқан жоқ, бірақ көбінесе сауатсыз шеберлер жасаған. Сонымен қатар пайдалы өнертабыстың бір түрін жасау ғылыми жаңалық емес, тек ағымдағы практикалық мәселелерді шешу болып саналды. Ғылыми төңкерістен кейін адамдар қоршаған әлемді жаңа білім формуласы, эмпирикалық мәліметтер көбейтілген математика арқылы зерттей бастағанда ғылым мен техниканың сапалы жақындасуы мен ілгерілеуі ғылыми техникалық прогреске айналды. Осы себепті орта ғасырларда көптеген адамдар жаратылыстану ғылымдарының практикалық пайдасын түсінбеді. Көптеген ислам ғалымдары бұл көзқарастан тыс қалған жоқ. Сонымен Имам Әл-Ғазали былай деп жазды: зерттеудің төртінші пәні философия, жаратылыстану ғылымдары. Кейбір ғылымдар шариғатқа, дінге және шындыққа қайшы келеді. Мұндай ғылымдар білім емес, надандық. Сондықтан біз оларды ғылым түрлерінің қатарына қоспаймыз. Жаратылыстану ғылымдарының тағы бір бөлігі денелердің қасиеттерін, ерекшеліктерін, оларды өзгерту және өзгерту тәсілдерін зерттеу. Мұндай ғылымдар емшілердің зерттеуіне ұқсас. Алайда емшілер адам денесін ауру немесе ауырмау тұрғысынан ғана зерттейді. Жаратылыстану ғылымдары барлық денелерді, олардың өзгергіштігі мен қозғалысын зерттейді. Бірақ дәрігердің жаратылыстану ғылымдарынан артықшылығы бар. Атап айтқанда, ол қажет. Жаратылыстану ғылымдарына келер болсақ, онда олардың қажеттілігі жоқ. Жаратылыстану ғылымдарының практикалық пайдасын мұндай түсінбеушілік көптеген жылдар, тіпті ғасырлар бойы басым болды. Мұсылмандар оны қалыпты қабылдады. Бұл әрине, сол кезде тек мұсылмандар ғана емес, барлық адамдар ғылым мен техниканың байланысын нашар түсінетіндігімен ақталады. Алайда, өкінішке орай, мұсылмандар арасындағы мұндай түсініспеушілік өнеркәсіптік революцияның нағыз даму шағында да сақталды. Европалықтар жаратылыстану ғылымындағы теориялық білімді дұрыс өңдеу арқылы технологияны жетілдіруде айтарлықтай жетістіктерге қол жеткізуге болатындығын түсінген кезде де жалғасты. Мысалы, 18 ғасырда Әл-Ихия кітабына көлемді түсіндірме жазған Мұртаза Әз-Забиди де өз кітабында жоғарыда келтірілген дәйек сөзді келтірген. 19 ғасырдағы Ибн Абидин де бұл сөздерді түсіндірмеді. Тек 20 ғасырдың аяғында жаратылыстану ғылымдарының практикалық пайдасы бәріне түсінікті болған кезде Әл-Ихия еңбегінің баспагері Абдуллах Әл-Халиди бұл сөздерге назар аударып ескертуде былай деп жазды: бұл Имам Әл-Ғазалидің жеке пікірі, Алла оған разы болсын, және ол дұрыс емес. Жаратылыстану ғылымдары атом бомбасы, есірткі және тағы басқа сол сияқты зиянды өнертабыстардың пайда болуына әкелетін жағдайлардан басқа. Егер қандайда бір мұсылман ғалымы өз кітабында жаратылыстануды зерттеуге шақырған болса, онда оның мақсаты адамдарды жаңа және жақсы технологияларды жасауға итермелеудің орнына Алла тағаланың құдіреті мен ұлылығы туралы қорытынды жасау үшін жаратылыстану туралы ойлауға итермелеу болды. Кем дегенде жаңа технологияларды құру үшін ғылымды зерттеуге шақыратын бірде-бір кітап немесе кем дегенде тарау белгісіз. Жоғарыда айтылғандай, бұл сол кездері жаратылыстану ғылымдары мен технологиялар арасындағы байланыс көп адамдарға айқын болмады. Сонымен қатар мұсылман қоғамына ғылыми революция басталғаннан бері жаңа технологиялар мен өнертабыстарды енгізу өте қиын болды. Егер қару-жарақ тұрғысынан мұсылман қоғамы жаңаруға дайын болса, онда басқа технологиялар тұрғысынан әлдеқайда нашар болды. Мысал ретінде баспа ісі, механикалық сағаттарды пайдалану, астрономиялық бақылауларға арналған әртүрлі құрылғылар және тағы басқа. Жаңа технологияларды қабылдағысы келмеушілік әртүрлі түсіндірілді. Немесе мұндай өнертабыстарды пайдалану тыйым салынған ғылымдарды терең зерттеуге әкеледі. Нәтижесінде мұсылмандардың сеніміне күмән тудыруы мүмкін деп саналды. Мысалы, кайруандық маликиттік ғалым Ибн Наджи әт-Танухи былай деп жазды: астролябия мен астрономиялық жазбаларды, кестелерді қолдануды Әл-Мазури қажет емес деп санады.
өйткені оларды астрономияға тереңдегеннен кейін ғана қолдану мүмкін. Немесе жаңа технологияларды пайдалануға тыйым салу кәпірлерге ұқсауға тыйым салумен негізделген. Немесе кейде мұндай тыйым мұндай өнертабыстардың сиқырлықтан басқа ештеңе болмайтындығымен түсіндірілді. Әр жылдары ислам қоғамында механикалық сағаттар сиқырлы ма деген пікірталастар болды. Тіпті 20 ғасырда мұндай күмән сейілген ғасырда да бұл мәселе әлі де талқылау тақырыбы болды. Нақты уақыт, кесте, күнтізбе, өлшем бірліктерінің бірыңғай және түсінікті жүйесі, мұның бәрі қазіргі ғылымның, ғылыми зерттеулердің және практикалық қызметтің алғышарттары. Бұл заттарсыз жаңа және заманауи уақытта ғылымның дамуы ғана емес, сонымен бірге экономиканың, қоғам мен мемлекеттің қалыпты жұмыс істеуі де мүмкін емес. Барлық жағдайлар болған кезде ғана өнеркәсіптік революция мүмкін болады, және мұндай жағдайлардың ішінде уақытты дәл өлшеу және бірліктердің түсінікті жүйесі соңғы орында орналаспауы керек. Европада механикалық сағаттар жасалғаннан бастап, сағаттар шығысқа қарай экспорттала бастады. Бірақ Европадан айырмашылығы, мұсылман аймақтарында сағаттардың таралуы әлдеқайда баяу болды. Өйткені мұсылмандар азан мен уақытты білуге дағдыланған. Сонымен қатар мұсылмандардың кәпірлердің өнертабыстарына деген сенбеушілігі еді. Егер Европада қала орталығында қалалық сағаттарды белгілеу тәжірибесі кең таралған болса, онда мұсылман шығысында бұл сирек кездесетін. Қалалық сағаттардың функциясын мұнаралардан шыққан азан орындады. Ал азан уақыты бұл күн қозғалысына қарап көзбен өлшенетін уақыт, яғни жағдайға байланысты шартты және жуықтап алынады. Әр түрлі елді мекендер мен аймақтарда азанның уақыты әр түрлі болуы мүмкін. Егер бірегей және нақты уақыт болмаса, онда нақты кестені орнату да мүмкін емес. Нақты кесте мен күнтізбесіз тиімді өндіріс, логистика, ғылыми тәжірибелер және тағы басқаларын құру мүмкін емес. Мұның барлығы мұсылман елдерінің дамуын тежеді. Әр түрлі өлшем бірліктерінің болуы жағдайды ушықтырды. Әрбір ірі қалада дерлік өз өлшем бірліктері болды. Фиқх кітаптарында біз ратыл ирақи, ратыл шами, ратыл мисри және тағы басқа сияқты ұғымдарды жиі кездестіреміз. Тіпті осы ратылдардың әрқайсысы 4 масқапты әр түрлі өлшемге ие болды. Мысалы, ханафиттердегі ратыл ирақи 0,389 литрге, маликиттерде 0,581 литрге, ал шафиттер мен хамбалиттерде 0,923 литрге тең. Өлшем бірліктерінің қандай да бір бірыңғай жүйесінің болмауы да ислам елдерінің дамуына кедергі келтірді. Имам Шамилдің үлкен ұлы Джамалуддинмен болған оқиға мұсылмандардың ғылыми білімді пайдаланудағы артта қалуының айқын мысалы болады. Бала кезінде ол орыс патшасына кепіл ретінде берілді. Ресейде ол жақсы білім алды, бірнеше шет тілдерін үйренді. 1855 жылы ол Дағыстанға қайтарылды. Әйгілі шейх Джамалуддин Кази-Хумухскийдің ұлы Абдурахман Кази-Хумухский Джамалуддин мен таулықтардың арасында болған келесі оқиғаны сипаттайды. Бірде Джамалуддин Дарго тұрғындарына айдың тұтылуы болатынын айтты. Ол сондай-ақ бұл орын алатын күнді, сағатты және минутты да атады. Алайда Дарго тұрғындары Джамалуддин өтірік айтады, ол көзге көрінбейтін ғайыпты, әсіресе нақты сағат пен минутты қалай біле алады деп үстінен күлді. Бірақ сонымен бірге олар ол атаған сағатты күтті және ай тұтылуының дәл Джамалуддин белгілеген уақытта болғанына көз жеткізді. Тіпті Шамилдің өзі бұған таң қалды. Олар Джамалуддиннің бұл туралы күнтізбеден білгенін білмеді. 19 ғасырдың ортасында астрономия әлдеқайда дамып кетті. Мысалы, мұсылман емес адамдар жарық жылдамдығына зертханалық өлшеулерді жүргізіп жатты. Геомагниттік бұзылулардың күн дақтарының өзгеруімен байланысын ашты. Сол мезетте көптеген мұсылман елдерінде күнтізбе сияқты қарапайым өнертабыс туралы әлі де білмейтін еді. Ислам елдеріндегі ғылымдардың даму қарқынына әсер еткен тағы бір маңызды және елеулі фактор бұл араб, түрік, Иран,
мұсылман тілдерінде кітап басып шығаруды енгізудің кешігуі болды. Теріп жазу баспасы Германияда алғаш рет 15 ғасырдың ортасында пайда болды. 15 ғасырдың екінші жартысында ол көптеген Европа елдерінде тәжірибеге енгізілді. 15 ғасырдың аяғы мен 16 ғасырдың басында алғашқы баспаханалар Осман империясында пайда болды. Бірақ олар ұлттық және діни азшылық топтар, армяндар, еврейлер және гректерге тиесілі болды. 1494 жылы екінші Сұлтан Баязидтің еврейлерге Осман империясының аумағында типография құруға рұқсат беру туралы әмірі жарияланды. Бірақ түрік және араб тілдерінде кітап шығармау шартымен. Осы уақытта түрік және араб тілдерінде кітап басып шығаруға тыйым салу туралы әмірі жарияланды. 1610 жылы араб христиандарға араб тілінде кітаптар шығаруға рұқсат етілді. Мұсылмандарға өз тілдерінде кітап шығаруға тыйым салу 1727 жылға дейін созылды. Баспаханаға тыйым салу кейбір мұсылман ғалымдарының ислам дінінде арабша кітап басып шығаруға тыйым салынған деп санаған пәтуаларымен де, каллиграфистер одағының қысымымен де туындады. Егер типография енгізілсе, олар жұмыссыз қалуы мүмкін еді. 1727 жылы жаңадан мұсылман болған венгрлік Ибрахим Мутаферрик Осман халифасына жолдаған Рисала әт-Тиба атты шағын хабарлама жазды. Онда ол халифатта баспахана ашу қажеттілігін негіздеді. Осман империясының батыстан артта қалғанын түсінген ұлы уәзір Ибрахим Паша мұны қолдады. Кейбір мұсылман ғалымдары бұл хабарға мақұлдау туралы пікір жазды. Олардың қысымымен Осман халифатының шейхул исламы Абдуллах Афанди кітап басып шығаруға рұқсат беру туралы пәтуа шығарды. Бірақ мұсылман ғылымдары бойынша кітаптар шығармау шартымен. 1727 жылы Стамбулда түрік тіліндегі алғашқы баспахана құрылды. Ал 2 жылдан кейін алғашқы кітап жарық көрді. Әрбір білімді түріктің қолдан түсірмейтін кітабы Араб-түрік сөздігі Камус әл-Джаухари. 1730 жылы Патрона Халил көтерілісі кезінде баспахана жойылды. Көтерілісшілердің арасында 600 көшірмеші каллиграфистер болды. 2 жылдан кейін баспахана қалпына келтіріліп, ара-тұра өз қызметін тоқтата отырып 1783 жылға дейін қызмет етті. 1729 жылдан бастап 1828 жылға дейін Осман империясында тек небәрі 98 кітап жарық көрді. Олардың көпшілігі араб тілінде болған жоқ. 19 ғасырдың басында мұсылман ғалымдарының кітап басып шығаруға деген көзқарастарында эволюция пайда болды. Олар ислам кітаптарын шығарды, бірақ Құранды емес. Осыған байланысты 19 ғасыр белгілі бір прогресспен сипатталады, бірақ тым кеш болды. Өйткені мұсылман елдері батыс елдерінен кітап басып шығарудан 300-400 жылға жуық уақыт артта қалды. Типография адамзаттың ең маңызды өнертабыстарының бірі. Ол халықтың барлығына ғылымға қол жеткізуге мүмкіндік берді. Өйткені бұл кітап шығаруды едәуір жеңілдетіп, арзандатты. Алайда көптеген мұсылмандардың бұл өнертабыстың маңыздылығын түсінбеуі ислам елдеріндегі ғылымдардың артта қалуына айтарлықтай әсер етті. Сондай-ақ ғылымдардағы мұсылмандардың артта қалуына әсер еткен ең маңызды фактор аударма қызметін толығымен тоқтату болды. Исламның алтын ғасыры кезеңінде кітаптарды грек тілінен және парсы тілінен араб тіліне аудару бойынша белсенді іс-шаралар жүргізілгендігімен сипатталады. Бұл мұсылмандарды ежелгі дәуірлердің бай білім қорымен таныстыру арқылы сол кезде әртүрлі ғылымдарды дамытуға мүмкіндік берді. Алайда содан кейін аударма қызметі түбегейлі жоғалады. География, тарих және әскери істер бойынша аз ғана кітаптар, сондай-ақ мерез ауруы туралы бір трактат аударылды. Тек 19 ғасырда аударма қызметі жаңа қарқынмен қайта жанданды. Алайда бұл жолы философия мен әдебиет туралы кітаптар аударылды. Бұл мұсылмандардың діни сенімдеріне қайшы келетін идеялармен танысуына себеп болды. Қайта өрлеу және ағарту дәуіріндегі аударма қызметінің құлдырауы мұсылмандарға батыстың ғылым мен технологиядағы ілгері дамуымен танысуға кедергі келтірді. Жаратылыстану ғылымдарының пайдасын нақты түсінудің болмауы мұсылмандар арасында тағы бір қате идеяны күшейтті. Дәлірек айтсақ,
Жаратылыстану ғылымдарын қабылдау. Ғасырлар бойы мұсылмандардың діни ғылымдарға қатысты басты мақсаты осы ғылымдарды өзгеріссіз сақтау және келесі ұрпаққа беру екені белгілі. Дінге қандай да бір жаңалық бидғат енгізуді ислам қатаң түрде тыйым салады. Алайда көптеген мұсылмандар жаратылыстану ғылымдарын дәл осылай қабылдады. Діни сияқты жаратылыстану ғылымдарына қатысты бұрынғы ғалымдардың беделі қазіргі ғалымдардың беделінен әлдеқайда жоғары, ал олардың еңбектері қазіргі еңбектерге қарағанда әлдеқайда дұрыс және дәлірек деп саналды. Осылайша жаратылыстану ғылымдарын мұсылмандар өзгерткеннен гөрі көп нәрсені сол күйі өзгеріссіз сақтап қалды. Бұл көзқарас әсіресе медицинада айқын көрінеді. Мұсылмандар әлі күнге дейін заманауи мамандардан емес, өткен ислам ғалымдары жазған медициналық кітаптармен емделуді жөн көреді. Қорытынды. Бұл менің ойымша ислам қоғамындағы ғылымның дамуына әртүрлі дәрежеде әсер еткен негізгі 4 себеп. Бұл тізімге басқа факторлар енгізілмеген. Оларды әртүрлі зерттеушілер ғылымның артта қалуының себептері деп те атайды. Мысалы, әртүрлі мұсылман елдерінде әйелдердің жазуға және білім алуға тыйым салынуы, ғылымды қаржыландырудың болмауы, ислам қоғамында зайырлы ғылымдарды оқуға деген ынтаның болмауы, яғни сауабы жоқ деп ойлауы, іс-әрекеттегі себеп-салдарлық байланыстың ашариттік түсіну және басқалары. Бірінші факторды мен қабылдамадым, өйткені Европада да әйелдер ұзақ уақыт бойы білімге қол жеткізе алмады. Ғылыми төңкерістен кейін Европадағы білім беру саласындағы әйелдердің жағдайы ислам елдеріне қарағанда әлдеқайда жақсы болса да, олардың ғылыми қызметтегі үлесі еркектердің үлесінен әлдеқайда аз болды. Және бұл Европадағы ғылымның дамуына кедергі болмады. Бүгінгі күні ғылыми зерттеулер саласындағы әйелдердің үлесі 30%-дан аспайды. Бірақ әйелдердің қатысу пайызы төмен болғанына қарамастан, ғылым әлі де қарыштап алға жылжуда. Екінші және үшінші факторларды мен ғылымның артта қалуының себептері ретінде айтқан жоқпын. Өйткені қаржыландырудың болмауы және жаратылыстану ғылымдарын зерттеуге деген ынталандыру бұл себептердің салдары, бірақ түпкі себептердің өздері емес. Төртінші фактор негізсіз болғандықтан қабылданбады. Ашариттік түсінікке сәйкес себеп пен салдар арасындағы байланыс қисынды емес, бірақ табиғатта байқалады. Дегенмен әлі де байланыстың болуы расталады. Сондықтан мұсылмандардың себеп-салдарлық байланыстарды осылай түсінуі қоғамда жаратылыстану ғылымдарының таралуына айтарлықтай кедергі бола алмады. Бүгінде әлем біз ойлағаннан әлдеқайда жылдам өзгеруде. Ол дамып келеді. Және оның негізгі қозғалтқышы ғылыми-техникалық прогресс болып табылады. Ислам қоғамы өкінішке орай жасампаздық қоғамынан реакция жасау қоғамына айналды. Біз ендігәрі жаңа технологияларды жасамаймыз. Тек мұсылман еместер жасаған жаңа өнертабыстарға деген реакциямызды білдіреміз. Бүгінде қарапайым мұсылмандарды айтпағанда, көптеген ислам ғалымдарының өздері ғылыми-техникалық прогрестің маңыздылығын түсінбейді. Олардың көпшілігінің қазіргі жағдайға көңілдері тоқ, яғни уайымдамайды. Бірақ мұсылмандар қазіргі жағдайдың нашарлығын ұғынып, оның себептерін түсініп, жағдайды өзгерту үшін шаралар қабылдауы керек. Бұл мақалалар топтамасы болып қойған жағдайдың себептерін түсінуге жасалған қарапайым әрекет болып табылады. Мүмкін, оларда да үлкен қателіктер жіберілген шығар. Мүмкін, мен бірдеңені дұрыс ұсынбаған шығармын. Сондықтан, құрметті оқырман, оларды көрсетіп, ислам қоғамындағы ғылымның тоқырау себептерін зерттеуге қатысады деп үміттенемін. Мақала авторы Абу Саид әл-Ғидатли.